Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Taobao-ға тіркелуді үйрететін боламын. Ең оңай тәсілмен. Негізінен телефонмен Taobao Lite скачать етіп, содан тіркелуге болады. Бірақ менде көбінесе банға кетіп қала береді, заблокировать етіп қала береді. Сондықтан мен компьютермен тіркелуді жөн көрдім. Так, компьютерге жаңағы ноутбукпен кіреміз и Taobao-ның сайтына кіреміз, taobao.com деген, и осындай сіздерде не шығады, авторизоваться дейсіздерде. И бір ноутбукпен кірген бір жақсы жері перевод жасап аударып отырасыздар. Сол жері өте күшті. Так, осы жерге енді сіздер өздеріңіздің мемлекеттеріңізді таңдайсыздар. Менің мемлекетім Қазақстан. Қазақстан мен Россияның коды бірдей, білесіздер. Мынандай көп жазулар болса, ол бізде Қазақстан. И мына жерде кнопканы басасыздар, қызыл. И осы жерде SMS код келеді. SMS келген жоқ менде әлі. Бұл жерде енді жаңағы қызыл батырманы басасыздар. Мінекей келді. Қызыл батырманы басасыздар. Басқаннан кейін сіздер осы тіркелесіздер. И тіркеліп болғаннан кейін сіздер міндетті түрде осы логиндеріңізді дәптерлеріңізге или скриндап алыңыздар сразу суретке түсіріп. Потому что керек болады. Енді мен өзіме пароль қоятын болам. Біз пароль қоймадық, сондықтан пароль қоятын боламыз қазір. Так, осылай сіздер загрузка болып қалуы мүмкін. И өзім профиліме кіремін. Перевод жасадым да, и осы жерде настройка деген бар. И осы жағында жоғары жағында настройка учетной записи деген бар. Не жоғары жақта. Осы жерден изменить пароль деген таңдайсыңдар. И привязка, если келесі сабақта осы привязка Alipay дегенді үйрететін боламын. Осылай изменить пароль деген басқаннан кейін сіздер осындай парақша шығады. Вот робот емес екеніңізді тексеріп жатыр. Осы жерден осы батырманы бассаңыздар, сіздерге SMS код келеді. Кодты жазасыздар SMS-тегі. Парольдеріңіз қоясыздар. Ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Осы жерге парольдарыңыз жазасыздар. Үлкен әріптен болу, кішкентай әріп және цифрлар болу қажет міндетті түрде. Міне тіркелдім. Тіркелгеннен кейін паролімді дәптеріңізге жазып алыңыз сразу. Жазып аласыз, міне успешно прошла дейді. Енді бұйырса келесі сабақта Alipay-ге тіркелуді үйрететін боламын. Телефон номерін көрсетіп қояйын сіздерге. Мен тіркеліп қойдым. Мен тіркелген видеом негізі бірінші сабақта көрсетілген болатын. Логин парольмен қалай кіреміз Taobao-ға. Taobao тегін сабақ 1 депті.